Барлығына сәлем. Қытай мемлекеті бізді әрдайым әртүрлі салт-дәстүрлермен, тағамдармен, қызметтермен таң қалдырады. Бұл видеода Қытайдағы сіз білмейтін таң қалдыратын фактілерді көрсететін боламыз. Олардың түрлі қызметтері және ақшаға сатып алу мүмкін болған нәрселерді көріп, сіз таң қалатын боласыз. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Ендеше видеоны бастаймыз. Теңіз шаяны. Азия асханаларында көптеп кездесетін нәрселердің бірі бұл теңіз шаяны. Алайда Қытайда бұл шаянды автоматты құрылғыда тірілей сатуда. Егерде шаян өлі күйде шықса, жанына тағы үшеуін қосып береді. 5 градус жылылықта және пластик ыдыста сақталған шаяндар өте аз әрекет жасайды. Туалет көрінісіндегі ресторан. Қытайда көруіңіз мүмкін болған бұл ресторанда барлық нәрсе туалетке ұқсап құрылған. Отырып тамақ ішетін бұл ресторанда туалетке керекті барлық нәрсе бар. Кейбір адамдар сүйіктісімен бірге келеді және бұл жерді өте романтик деп есептейді. Жалға сүйікті қыз алу. Қытайда жаңа жыл немесе басқа мейрамдардан рахат алу үшін, өзімен бірге саяхатқа алып шығу үшін, видеоға түсу үшін, тағы да басқа өзінің қалаған жұмыстарын жасау үшін өзіне сүйікті қыз алу мүмкіндігі бар. Бұл мүмкіндікті беретін Қытайда бір сайт арқылы келісімдер жүзеге асырылады. Күндік жалға алу құны $45-50 маңайында болса, сезон кезінде, яғни мейрам күндері бұл бағалар $100 дейін көтерілуі мүмкін. Қытайда жастардың тұрмыс құру үшін көптеген қиыншылықтар бар. Отбасының жағдайы төмен болған жастар отбасына көмек беру үшін дәл осы сайт арқылы жұмыс жасайды. Капсулалы қонақ үй. Японияда алғаш болып 1979 жылы пайда болған капсулалы қонақ үй соңғы кездері Қытайда өте танымал. Қытайдың Шаңдон аймағында ең үлкен капсулалы қонақ үй құрылды. Кеңдігі 1 метрді, ұзындығы 2 метрді және де биіктігі 1 метр 2 сантиметрді құрайды. Сатылатын ауа. Сіз дем алып жатқан ауаны сатып алуды қалайтын бедіңіз. Қытайда адамдар көп мөлшерде ауа сатып алуда. Бір бизнесмен ойлап тапқан бұл таза ауа ыдыстары халықтың сұранысы себепті көп мөлшерде істелініп шығарды және тезде бітіп қалды. Нио Таймори. Көпшілігіңіз бұл туралы естіген болуыңыз мүмкін. Бұл бір ресторанның тағамдарын халықтың алдына қыздың үстіне қойып ұсынады. Бұл қыздарды дене бітіміне және көрінісіне қарай жұмысқа алады. Өлім автобусы. Өлім жазасы ашық болған Қытайда өлімге бұрылғандардың саны басқа елдерге қарағанда 4 есе көп екен. Өлім жазасы тағайындалған адамдарды өлім автобусы атты автобусға алып шығады және бір шеттен өлтіреді және сол жердің өзінде ол адамның ішкі органдарын сатады. Достар, видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.